Үстіміздегі жылы шаһар жұмыстары орасан зор әлеуетке ие болып отыр. Бүгін қаладағы бірнеше көшелердің төселуін арнайы бақылап қайтқан Қазалы ауданының әкімі Мұхтар Оразбаев мердігер мекеме қызметкерлерімен жүздесіп, жол құрылысымен танысты. Сонымен қатар жауапты сала басшылары да құрылыс алаңында болып, барлық жобаларды жан-жақты түсіндірді. Ағымдағы жылға осы аудандық маңыздағы Қожабақы-Бузгөл бағытындағы автомобиль жолын орташа жөндеуге республикалық және облыстық бюджеттерден 411 миллион қаржы бөлінген. Сол мемлекеттік сатып алу процедурасы негізінде осы Қазалы жолшы жауапкершілігі серіктестігі мердігер мекеме анықталып, қазіргі таңда жолдың 90% жөндеу жұмыстары аяқталды. Осы тамыз айының 15-інде жолды толық пайдалануға береміз деп жоспарлап отырмыз. Енді осы бағыттағы Қожабақы жалпақ бағытындағы 15 шақырым жолға да жөндеу жұмыстарына тиісті қаражаты бөлініп, ол мекеменің де жолында мердігер осы Қазалы жолшы мекемесі қазір енді қарқынды жұмыс жүріп жатыр. 1,5 километрден асфальт қабаты төселіп, енді қазан айының бірінші 10 күндеріне дейін бұл жолды толық пайдалануға береміз деп жоспарланып отыр. Бірақ дегенмен енді жолдың толық аяқталуына әлі де жеткіліксіз қаражаты бар. Енді облыстық бюджеттен бөлінеді деп жоспарланып отырмыз 138 миллион теңге. Қалған енді қаражат шешім тапқан жағдайда осы жылдың аяғына дейін пайдалануға береміз. Енді сонымен қатар осы республикалық шағын қалаларды дамыту бағдарламасы аясында Қазалы қаласының 15 көшесін қайта жаңғыртуға тиісті қаражаты бөлінді. Мердігер мекеме Қыран жауапкершілігі серіктестігі қазіргі таңда енді жалпы жолдың ұзындығы 7,2 шақырым. Соның 1,5 шақырымына қазір асфальт қабаты төселіп, 3 көшенің асфальты төселіп тұр нақты. Енді ол көшені осы қазан айының 20-сына дейін толық аяқтап, халық игілігіне пайдалануға береміз деп жоспарлап отырмыз. Енді бізде 2025 жылға дейін осы жол картасы жолдарды жөндеу, қайта салу, қайта жаңғырту жұмыстарына жол картасы әзірленген. Осы аудандық маңыздағы жолдардың осы биылғы жақсы және қанағаттанарлық жағдайда көрсеткішін осы 85%-ға жеткіземіз деп жоспарлап отырмыз. Мұнан соң аудан әкімінің іс-сапары Қожабақы-Бекарыстан би ауылының аралығындағы 25 шақырымды асфальттау жұмыстарына шолу жасаумен жалғасты. Бибінұр Қаражанова, Арман Нұралиев, Дәуренбек Қайроллаев, Серіктөбе телеарнасы.